Күн сайын жақындарымызбен бірге бір дастархан басына жиналамыз. Жылы әңгіме айтып бірге тамақтанамыз. Бірақ бір сәтке болсын алдыңызда тұрған нан, ет, сүт, көкөніс, жалпы азық-түліктің қайдан қалай келетінін ойлап көрдіңіз бе? Мұның бәрі жай ғана тамақ емес, бүтін бір елдің азық-түлік қауіпсіздігі. Ондайды естуіңіз бар ма? Азық-түлік қауіпсіздігі бұл мемлекеттің өз халқын жеткілікті, сапалы және қолжетімді тағаммен тұрақты түрде қамтамасыз ете алу қабілеті. Яғни қандай жағдай болмасын қамба астыққа елдің дастарханы асқа толы болу керек. Қазақстан егіс алқабына бай, өнімі де мол мемлекет. Биыл ауыл шаруашылығы саласындағы жалпы өнім көлемі 2,5 есе өсіп, қамбамыз толды. 16 миллион гектар алқаптан 27 миллион тонна астық жиналды. Жиналған бидайдың 20,3 миллион тоннасы бастырылды. 4 миллион тоннаға жуық арпа жиналды. Бұршақ дақылдарының түсімі алғаш рет 1 миллион тоннаға жетті. Ендігі міндет қолда бар игілікті дұрыс пайдалану. Министрлік мал шаруашылығы саласындағы агробизнесті қолдау жоспарын әзірлеп, нақты қаржыландыру шараларын бастау керек. Басты мақсат ішкі нарықты етпен толық қамтамасыз ету. Сонымен қатар, осы саланың экспорттық әлеуетін күшейту. Кроме того, следует активно продвигать традиционную национальную продукцию на зарубежные рынки. Поэтому нужен конкретный план аграрного экспорта с учетом логистики, ветеринарных и фитосанитарных стандартов. Азық-түлік қауіпсіздігін сақтау үшін ішкі өндірісті дамыту, өнімнің тұрақты қорын құру, импорт пен экспортты тиімді пайдалану, сапа мен қауіпсіздікті бақылау және әр азаматтың ел экономикасы мен өнімін қолдануы маңызды. Бір сөзбен айтқанда, азық-түлік қауіпсіздігі тек билік пен фермерлердің емес, бүкіл халықтың ортақ ісі. Ал қауіпсіздік сақталған жерде экономика дамиды, елдің әл-ауқаты артады, денсаулық пен өмір сапасы күшейеді, тәуелсіздік пен тұрақтылық орнайды. До 50, а может быть и больше процентов водных ресурсов у нас уходят буквально под землю. Не экономим, не умеем это делать. Как в быту, так и в отрасли, в экономике в целом. Не используем соответствующую технику, передовые технологии. Здесь, я думаю, мы должны обязательно обсудить эти вопросы. Далее правительство продолжит работу в заданном направлении. Давайте применять самую современную технологию. Может быть, в Китае закупим. Они сейчас вышли на передовые позиции в мире по этому вопросу. Или, во всяком случае, обменяемся мнениями по этому вопросу. Может быть, и в самом Казахстане у нас наладим производство, осуществим локализацию данного вида продукции. Соңғы жылдары мемлекет диқандарды қолдау үшін бұрын-соңды болмаған шараларды қолға алып жатқанын білесіз бе? Биыл президент тапсырмасымен ауыл шаруашылығына жеңілдетілген несие беру үшін 1 триллион теңге бөлінді. Бұл рекордтық көрсеткіш. Бүгінде жүйелі қолдау шаралары нәтиже бере бастады. Агротехнологияны қолдану жоғары деңгейге жетіп, өнімділігі артты. Дана қазағымыз айтқандай, уақытлы жасалған іс-шара әрқашанда берекелі болады деп. Сондықтан осы қолдау дер кезінде келді. Бұл тарихта болмаған оқиға, оны айтып кетуіміз керек. Үлкен осы жобалар өзіңіздің бастауымызбен жасалған үкіметтің қолдауымен біз осы жерде аймақта тиісті жұмыстар жасалып жатырмыз. Осы отырған диқандардың атынан, ауыл шаруашылықта жұмыс істеп жатқан мамандардың атынан біз үлкен сізге алғыс білдіруіміз келеді. Биыл Ақмола облысының 900-ден астам фермері 118 миллиард теңгеге қолдау алып, жоғары өнімділік көрсетті. Ал Қостанай облысында 6,7 миллион тонна бидай жиналды. Келесі жылдың егіс жұмыстарына қажетті тұқым көлемі 514,2 мың тонна мөлшерін құрады. Солтүстік Қазақстан облысының шаруаларда астық пен майлы дақылдардың рекордтық өніміне қол жеткізіп, 3 миллион гектар алқаптан 6,5 миллион тонна астық жинады. Қазірдің өзінде келесі жылдың көктемгі егіс науқанына дайындық жұмыстары басталып кетті. Мұның бәрі азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мол ықпалын тигізеді.